Бүгін премьера Маңғышлақ экспресс. Сіз ойнадыңыз ғой осы кинода? Жоқ. Ойнамапты. Өзіңіздің өнер жайлы айтып берсеңіз. Не өнер туралы айтайын? Қандай өнеріңіз бар? Мен ба киноға қатыса аламын, блог жүргізе аламын. Соңғы кинода қай жерде ойнадыңыз? Маңғышлақ экспрессте. Осы кино жайлы айтып берсеңіз. Кино өте қызықты, жеңіл комедия. Бұл жерде басты рөлде Шолпан деген персонаж, ешкімге жоқ деп айта алмайтын, аңқылдақ, ақ жүрек, сондай қыз, жас қыз, жақында жұмысқа тұрған проводник болып, жолсерік болып. Солай жұмысында жүрген кезде қасындағы несіне коллегасына жоқ деп айта алмай жұмысқа шығып кетеді. Дәл сол күні ревизор тексеріспен жүреді. Ол ешкімге жоқ деп айта алмағандықтан. Жоқ, спойлер етпеңіз. Жоқ, бұл спойлеріміз, бұл несі. Сөйтіп ревизор тексеріп келеді. Солай ревизордың кім екенін таба алмайды. Сондай қызықты «Пойыздағы паника» деген фильм. Осы кейіпкер сіз өмірдегі қатты айырмашылығы бар ма арасында? Жоқ. Өйткені менде жоқ деп айта алмаймын. Көп жерде жоқ деп айта алмаймын. Сосын біразға дейін жүремін, жылаймын, сосын барып шешіледі ондай нәрселер. Бұл киноның түсіру кезінде қандай қызықтар болды площадкада? Өте қатты суықта түсірдік, февраль айында, ақпан айында. Одан кейін пойыздан қалып қойдым, сондай болады. Киім жыртылып қалды, киім ауыстырған кездеріміз болды, бүлдіріп алып, сосын адам көтердім, тағы да осы еркек адамды. Адам көтердіңіз ба? Көтердім. Қанша келі екен? Бір 60-70 келілік еркек адам деймін. Ұзақ емес, бірақ көтерген шамалы 1-2 купе. Тағы не айтасыз? Білмеймін, не айтайын. Сіз негізі интервью алып ойнап жүрген жоқсыз ба? Бірінші күн алып жатырмын. Міндетті түрде 14 мамырдан бастап бүкіл Қазақстанның кинотеатрларынан біздің Маңғышлақ экспресс деген фильмімізді тамашалаңыздар. Рахмет. Көп сұрақ қойдың екен. Супер. Лина, не уходите, да. Жошуа, кімге ұқсайды? Қай актерға ұқсайды? Кім біледі? Кім? Стэтхэмға ұқсайды, иә? Бұл кісі негізі Стэтхэмнің дублері. Сіз бірінші рет көріп тұрсыз ба киноны? Иә, бүгін бірінші рет көріп тұрмын. Көңіліңізден өтті ма, қалай болды? Көңілінен өтті, өзім сондай жеңіл кино болды деп ойлаймын. Өзімнің бұрынғы пойызда жүрген кездерім еске түсті. Не бір қызықтар болды ғой. Бұдан да керемет тағы да приключенияларды қосуға болады еді. Енді осыдан кейін тағы да екінші түсіретін болса, бұдан да пысықтау болатын сияқты. Съемканың кезінде қандай қызықтар болды? Ондай бір керемет қызықтар есімде жоқ, ондай болған жоқ. Енді жұмыс істедім де кеттім. Еске түсті көп нәрсе. Жақсы, рахмет. Рахмет. Сұрайын ба тағы бірдеңе? Сұраңыз. Ана сұрақтарды қазір қыздарда қойғанда сол басқа сұрақ қойған. Қандай сұрақ қойды, өзі айтып? Білмеймін, өзіңіз біліңіз. Көңіліңізден қалып. Сіз Мақсат Оспановпен бірінші жұмыс істеп тұрсыз ба? Жоқ, Мақсат Оспановпен мен уже бір-бірімізді білгенімізге 15 жылдан астам. Өте жұмыс істегеніміз Мақсатпен өте жеңіл және қызықты. Көп жақсы направление бересің. Сіз енді театрда көп істедіңіз ғой, иә? Мына кино мен театрдың айырмашылығы неде? Енді театрда мына кинода тез кішкентай уақыттың ішінде бүкіл нені беруің керек. Уақиған. Рахмет. Армысыздар, бүгін сіздерде премьера болып жатыр. Қысқаша кино жайлы айтып берсеңіз. Енді өзімнің балалық шағым осы Маңғышлақ пойызында өткен, сондықтан кәдімгі Маңғышлақ пойыз туралы нағыз қазақи комедиялық бір үлкен жобалардың бірі деп айтамын.
өте қызық болады, динамикалы кино. Киноның режиссері кім? Ау, Режиссер, сценарий кім? Мақсат ағамыз ғой. Жұмыс істеу сәтінде қалай болды жұмыс істеу Мақсат ағамен? Енді Мақсат ағамен бірнеше жоба жұмыс істегенмін, сондықтан өте оңай. Кейіпкерді өте жақсы түсіндіреді, мақсаттарын қояды, себептерін қояды. Әр эпизод қиын деп айтпаймын. Көбінесе режиссер көрерменнің көзімен, көрерменнің ойымен көреді ғой. Сондықтан бірақ әр кейіпкердің өзінің бір қиындығы бар, себебі көрерменнің көңіліне шығу өте қиын. Мына түсіру сәтінде қандай қызық бір оқиғалар болды ма? Бағана айтып жатырмын ғой, енді өзің білесің, актермын, каскадермын, атта жұмыс істеймін, көп трюк жасаймын. Мінезіміз енді сабырлы болғандықтан анау-мынау нәрседен қорқа бермейміз, тек қана бір Құдайдан қорқамыз. Анау бір финальный төбелесте Мақсат аға айтады да, қазір мен тышқан жіберемін, сол тышқаннан сен кейіпкерің қорқу керек дейді да. Енді кәдімгі қорқынышты айқайлап, соны көрсету керек, қолда пистолет бар. Сол жағы кішкене қиын болды, енді өз мінезіме жат болғандықтан, бірақ әдемі шықты дейді. Қазір көре жатармыз. Сегодня с нами Джошуа Фликема. Is right? That's correct. Okay. Это наш актер с Америки. So, I was acting this movie, correct? Yeah, yeah. I play Alex, the American tourist who encounters many problems coming to Kazakhstan for the first time. It's kind of a subplot about Kazakh culture and a foreigner in Kazakh culture for the first time. So the main surprise is funny things, language barriers, which will be shown in the film, and of course, Kazakh bandits. So, are you first time in Kazakhstan? No, I've lived here for 2.5 years now. What you do actually? So you do like a stuntman? Yeah, I mean, I have many professions. My original education is I'm an English teacher. I became an actor only 5 years ago when I became a doubler for Jason Statham in a Guy Ritchie movie. Then when I moved to Kazakhstan, I started working with Nomad Stunt Team, and they started training me on horses and weapons and everything else. So I do a bit of everything here. So, what's your like most major actor you stand him? Jason Statham. Oh, really? Oh, he's cool. That was my first film job, was being Jason's doubler in a Guy Ritchie movie called Operation Fortune. Oh, really? Yeah. Nice. Tell me like something interesting with on job. On job with Jason? Yeah. It was pretty funny because I was an English teacher before that. And all of a sudden I get a phone call and like, what? Jason Statham wants me to be his doubler. I even know what that is. And he's like, buying you a ticket, come to Antalya. And 5 days later, I was in front of Guy Ritchie, Jason Statham, Hugh Grant, and many other celebrities. I'm like, what's happened to my life? Everything changed. So working with him for 2 months was an interesting experience. I learned a lot about the business on the Hollywood film set. And that kind of gave me, it provided more opportunities in the future. So yeah. Nice. It was your first movie in Kazakhstan? I would say this is my first kind of big role in Kazakhstan, yeah. So what your personage? Who you playing here? Alex. I play Alex, the American tourist on the train. We have a pet rat. We have many problems because we're two American tourists that are like trapped on this train with Kazakh criminals and language barriers and many other cultural problems. So, how is Kazakhstan? Say something what you was like amazing or something bad. I love Kazakhstan. That's where I want to be. Of course, my wife is here. She's Kazakh. We live in Talgar. We have a house there. And I wouldn't want to live anywhere else in the world. Bishbarmak, ride horses, eat horses, embrace Kazakh culture. Today was in premiere of movie Mangishlag Express. For
good to see you in the theater. Yes. Thank you. Thank you for your time. Бүгін мына Маңғышлақ экспресс деген киноның премьерасы болып жатыр. Бүгін осы кинода ойнаған актер кейіпкеріңізден сұхбат алып жатырмыз. Бұл кино жайлы айтып жіберсеңіз. Енді бұл кино енді мына қазақ киносында бір ерекше болады деп ойлаймын, өйткені жаңадан мына пойыздың ішінде өтіп жатқан оқиға, қызықты оқиға, жолаушылар жайлы. Сондықтан да бір қызықты елдің көңілін көтеретін, қазіргі мына заманда бір көңіл көтеретін әдемі фильм болады деп ойлаймын. Сіз қандай кейіпкерді ойнадыңыз? Біз енді осы жолаушылар пойызында жолаушылап бара жатқан музыканттардың рөліндеміз. 3 музыкант бармыз, соның біреуі менмін, домбырашы. Бір топ домбырашы, баянист, бір гитарист, үшеуміз бір купеде жүреміз. Осы бастан аяқ оқиғаға қатысымыз бар. Бұл киноның режиссері Мақсат Оспанов. Мақсатпен бұның алдында кино түсіріп пе едіңіздер? Мен енді Мақсаттың алғашқы туындыларының бірінде ойнадым, содан бірнеше фильмдарында ойнадым, жұмыс істедім. Енді өте ауыз толтырып айтатындай, қазіргі бір мақтанатындай режиссер. Сондықтан да Мақсаттың жұмысына респект дейміз. Енді съемканың үстінде бір қызық оқиға болды ма? Қызық оқиға көп болды, өйткені бұл жерде біріншіден күн суық болды, вагонның іші жылымады, жаңағы таңертеңерте барғаннан кеш батқанға дейін жаурадық, және қолымыздың бәрі сондай жаурап, мұздап неған кезде инструмент ойнау сондай қиындықтар болды. Ал бүгін осы киноның премьерасы болып жатыр. Премьераның іске сәт өтуіне тілектеспіз. Сізге ұнаған ең қызықты фильммен бөлісе аласыздар ма? Так, давайте посмотрим. За 26-й год фильм, который реально произвел вам впечатление и понравился. Именно вам фильм. Майкл Джексон, да? Ага. Дьявол носит Праду 2. Тамаша. Қамтамасыз еткен техникалық директор Абылайхан Ашимов мырза. Қоюшы режиссер-постановщик Мақсат Оспанов. Қоюшы оператор Айдар Оспанов ағамыз. Қоюшы суретші Мақсат Жасұзақов. Костюм, грим, маркетинг, SMM тобы, постпродакшн. Біздің қымбатты команда мүшелерді ортаға құрмет қошеметпен қарсылайық. Давайте поберезімек огромными громогласными овациями. Естістің ықыласымызды білдірейік, қолдауымызды аямайық. Әрине, қымбатты қонақтар осы. Айшолпан ханым, қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Әрине, біздің тағы да қымбатты актерлерімізді ортаға шақырайық. Қосалқы рөлді сомдаған біздің актерлеріміз Қарагөз Любекова, Нұрлан Еспанов, Ерболат Әлқожа, Гүлнар Жоланова, Олжас Соғымбет, Айнұр Қасылдаев, Айдар Керімбаев, Сәуіржан Төлеш, Бексұлтан Төләл. Рахмет. Біздің классымызды білдіреміз, келіңіздер, Айдар мырза келіңіздер. Арнұр Қасылдаев мырзаға қарсыламыз біздің осы көрімізде. Соған келіп уақыттарыңызды бөлгендеріңізге рахмет. Сол көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Минустар болса плюспен қараңыздар деген сияқты ғой. Бірінші тумамыз. Сол рахмет сіздерге. Және бүкіл командаға, актерларға бәріне үлкен рахмет. Рахмет, құрмет қошеметіміз тағы да аямайық. Давайте поаплодируем, друзья, вместе еще громогласно. Рахмет. Осы фильміміздің арнайы шығуына үлесін септігін тигізген біздің командамыз. Табысты болсын, халықтың көңілінен шықсын. Сондықтан да үлкен рахмет барлықтарыңызға келгендеріңізге.
Жоқ, мен айттым ғой, қара көзді көзінше айтқан болатынмын. Егер сәке сәл үстіне 100 мың қоссаңыздар, мен костюм тасып барып бері жүре беремін деп. Тура бір өліп қалсақ қой, аштан білесіздер ғой. Жақсы уақытта болды ғой. Рахмет. Жамалас оқыңыз, қолдау берейікті. Тамаша. Келесі сөз кезегін осы фильмнің басты рөлдерді сомдаған біздің Маған айтады, Нұреке, афишада сіздің суретіңіз кән десем, мен тепловозды көрсете салдым, но мен қойдым. Жалпы сурет келетқан. Негізі көп рахмет сәке. Мен өзім ризамын, сіздерді жақсы көремін, жақсы құрметтеймін. Кино деген тарих дейді ғой. Сол себепті осы тарихтың бетіне жазылғаныма қуаныштымын. Мен өзім тоқ жолдың торабы Арыс қаласының азаматымын ғой. Біздің үйдің қасынан 1000 пойыз өтеді ғой бір күнде. Деген жазылып қалған ғой біздің миға. Өзіміз қоян болып та көрдік. Енді қуаныштымын. Бүгін керемет киноның тұсаукесері болайын деп жатыр. Мен рахметімді айтамын, қарыз сұрап жүрмеңіздер. Ең жақсы гонорар алған фильм осы болды менің. Шынымен айтамын, ше. Мынау енді тортқа көп көңіл аударып жатсыздар ғой. Бұл жай ғана бутафор. Шығарамыз, көрсетеміз, қайтып алып кетеміз. Бүгін менің Олжас ұлымның туған күні, үстіндегісін алып тастап, Олжас деп қолыммен жазып өзім апарып беретін болдым. Жай ғана қалды ғой. Мен неге комедияға түсем білесіздер ғой енді. Жалпы мен өмірде күліп жүрген адамым ғой. Менің де мұңаяды сәттерім көп. Осы киноға ұсыныс түскен кезде өзім сценарийді оқыдым да ырза болдым. Мен қуаныштымын. Мен әрдайым постқа жазып қоямын ғой, астына күліп жүрейікші деп. Бірақ енді жаман комментарий жазбаңыздаршы. Астына. Қазір білмеймін енді, өкпелеп қала беретін болыппын. Жалпы бүгін мен бір өзім келген жоқпын. Жалпы үрімпітағымда әулетімді алып келдім, көріңдерші деп. Мына жерде мен сәл көп көрсетеді дедім да. Бұрынғы киноларда білесіздер ғой, пицца алып өтіп кете беретін ек қой. Есті ашып сәлемасыз ба, сізді боламын, сіз болмайды, десе қайтып шығып кетіп. Сол себепті енді бүгін кино қызық болады деген ойдамын. Жалпы барша Қазақстан халқын осы киноны көруге шақырамын. Ұнамаса білесіздер, маған айтасыздар, Мақсат Оспановтан ақшасын алып беретін боламын. Жіберіп отырсыздар да сөйтіп. Бүгін күшті кино болады. Актерлардың бар ғой, составы керемет. Жалпы мен өзімді көруге келген жоқпын. Жалпы киноны көруге келдім. Киноға сәттілік тілеп келдім. Сәке, Сырым мырза, сізге біз ырзамыз жалпы. Ондай адамдар аз ғой, негізі білесіздер ғой, киноға жаны ашитын. Сол себепті бұрын соңды Әмина Өмірзақова апамыз айтатын еді ғой, кино деген тарих деп, ал театр деген махаббат деп. Негізі маған айтады Сырым мырза айтқан болады, Нұрге сіз неғып аз түсесіз киноға деп. Мен айсберг сияқтымын ғой деймін да. Мен бір-ақ рет өтемін жылына деймін да бүйтіп. Жарқ етіп. Көрген адам көреді, көрмегендер қояды деймін да жалпы. Мен мүмкін киноға қызық емес шығармын деп айтқан болатынмын. Жалпы сол себепті мен қуаныштымын. Сіздердің келгендеріңізге көп рахмет. Мына еркін кеңістікте жүре берейік. Еркін кеңістіктің бүгін енді бағасын беріңіздер. Кинодан киноға аман-есен жете берейік. Міне аман болыңыздар. Рахмет көп сіздерге. Бір басты рөлдегі персонаждың қасындағы подругаларын ойнайтын тұғымда. Бұл жолы енді бұл кино басқалардан өзгерек. Өйткені бұл Маңғышлақ пойыз туралы. Маңғышлақ барлығымыздың өмірімізде болған шығар негізі. 3 күн өтеді ғой сол пойызға. Барлықтарыңызға көп рахмет. Командаға, продюсерларға, режиссерға, операторларға. Қыстың күні, февраль айында, Рамазан айына тұспа-тұс келген бүкіл команда 99% оразада жүріп, дұға тілектерімізді күнде арнап түсірілген. Қанат екеуміз ғана аузымыз ашық болды. Қалғанның барлығы ораза болды. Сөйтіп түскен фильмнің бірі. Сондықтан осы команданың ниетіне, біздің ниетімізге күшті фильм шығады деген үміттемін. Барлықтарыңыздың көңілдеріңізден шықса, күліп, көңілде барлық проблемаларыңызды ұмытып, жеңілдеп кететін фильм болады бұйырса. Енді миллиард қаралым жиналсын деп тілеймін. Одан асып кетсе тіпті жақсы. Сондықтан көп рахмет. Сәлем айтты. Ал келіп, қолдап келгендеріңізге рахмет. Ары қарай сөз кезегі. Бүкіл командаға рахмет. Мына жерде біршама актерлар, біршама тағы да группаның адамдар бар еді, олар жан-жақты жүрген. Гүлназ қайда? Все, рахмет, барлықтарыңызға, қолдауларыңызға рахмет. Үлкен алғыс білдіреміз. Үрдіс бойынша ортамызға торт алып татып көрсек, мархабат болады. Тамаша. Ал? Жанады гараж өмір сүрейді мотор ырылдайды далатын ұстан бара тақ жүректі тақтай соғай көрсін тұрмыз береді номаден жеңбіз тоқтамаймыз металдан қан жылдамдықпен жан Басты партиялар көрінді Алматы KZ және Ансайман компанияларына мың алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі кешіміздің атсалысуына өтуіне ұйымдастыруына үлкен үлес қосып біздің кешіміздің басты партнер болған бізді Клубника Алматы KZ және Ансайман компанияларына мың алғыс білдіреміз.
Ой болса, құрметті қымбатты көрермен, қымбатты қонақтар, ал тортымызды кесті бір қаталақ соғып қойып, давайте аплодисменты поддержим, друзья. Біздің кешіміздің ең басты тәтті, ең қызықты, ең көрнекті сәттерінің біріне. Маңғышлақ экспресс деген кино көрдіңіз ғой, иә? Қалай ұнады ма? Кинодан бірінші мен осы түсірілім барысында өзім жүрдім. Түсірілім барысын толықтай түсіріп, сұхбат алып жүрдім негізі. Негізі түсірілімнің барысы өте қызық болды. Тойдың боларынан боларсы қызық дейді ғой. Түсірілім барысы бізде өте қызықты сәтті. Сіз қатысты бұл киноға. Қандай позицияда? Мен іште тілші болып жүрдім. Журналист ретінде тілші болып жүрдім. Кино ұнады ма? Өте қатты ұнады. Құрмет көрермендер, 14 мамырдан бастап барлық кинотеатрда тамашаласаңыздар болады. Негізі өте қызықты. Өздеріңіз білесіздер, коллаб актерлар жиналған. Қанат, Айшолпан, Айқарагөз ханым, және Нұрлан Есхан. Олардың өзі бір үлкен тарихи тұлғалардың бірі деп айта аламын. Сол үшін келіп қараңыздар. Иә, маған да өте ұнады. Кинотеатрға келіңіздер.